Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Фатима. Біз осындай мини печеньелер жасайтын боламыз. Арасында шоколад қосылған өте дәмді, ерекше печеньелер. Бұл печеньені сіздердің балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Жасау өте оңай. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер және де видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге керегі сары май. Сары майымыз біздің бөлме температурасында болу керек. Оның үстіне шекерді қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл печеньенің рецептісін мен описанияға жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көріңіздер. Сосын үстіне 2 жұмыртқа қосамыз. Бізде бұл жерде жұмыртқамызда бөлме температурасында болу қажет. Жақсылап тұрып араластырып боламыз да, оның үстіне ұнды қосамыз, ұнды електен өткіземіз. Сосын үстіне қопсытқышты қосамыз. Бұл жерде қопсытқышты қосуды ұмытып кетпеңіздер. Бізде осындай қоймалжың, бір келкі қамыр шығу қажет. Бұл жерде қамырымыз біздің қатты сұйық емес, қою да емес. Ендігі кезекте печеньеміздің арасына қосатын шоколадты тураймыз. Бұл жерде шоколад өз қалауларыңызда, ақ шоколад қоссаңыз да болады, немесе қара. Жақсылап тұрып майдалап тураймыз. Шоколадтарымызды турап болған соң, енді қамырымызға саламыз. Шоколадтарымызды салып болған соң, жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің шоколадымыз бен қамырымыз бір келкі болу қажет. Жақсылап тұрып араластырып болған соң, осындай кондитерлік салафанға саламыз. Ол өз қалауларыңызда. Егер осындай кондитерлік салафан жоқ болса, оның орнына кәдімгі салафанды алып қоя берсеңіздер болады. Немесе қасықпен де сала берсеңіздер болады. Бұның бәрі өз қалауларыңызда. Ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, осылай видеода көрсетілгендей істеп шығасыздар. Яғни кішкентайдан құйып шығасыздар. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минут пісіреміз. Міне, біздің печеньеміз дайын болды. Бұл печеньені жасау небәрі жарты минут қана уақыттарыңыз кетеді. Өте оңай әрі дәмді, ерекше печеньелердің бірі. Бұл печенье сіздердің дастархандарыңыздың сәнін келтіреді және де балаларыңызға ұнайды. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер.